Достар, видео басталмай жатып, маған тезірек 65 000 подписчикке жетуге көмектесіп кетсеңіздер өте жақсы болатын еді. Алдағы уақыттарда одан да қорқынышты видеолар шығады. Ауылдың шетінде ескі үйлердің артында бір құдық бар еді. Ол құдыққа ешкім жақындамайтын. Үстінде қақпағы бар, бірақ қақпақ әрдайым сәл ашық тұратын. Үлкендер, ол құдыққа бармаңдар, әсіресе түнде, деп қана айтатын. Неге екенін ешқашан бізге түсіндірмейтін. Аян, Дастан, Айлин үшеуі де 9-шы сыныпта оқитын. Жазғы каникул. Кешкілік далада жүріп қорқынышты әңгіме айтқанды жақсы көретін. Бәрі өтірік қой, деді Дастан бір күні. Құдықтан не шығады дейсің? Ал түнде неге дыбыс шығады, деді Айлин. Ит шығар, немесе су. Аян үндемеді, өйткені ол бірдеңені естіген. Сол түні сағат түнгі 2-ден 47 кеткен шамасында Аян түнде оянып кетті. Терезе ашық еді, жел жоқ, иттер де үрмейді. Сосын бір дыбыс естілді, біреу сыбырлап тұрғандай. Алдымен түс көріп жатырмын деп ойлады, бірақ сол дыбыс қайтадан қайталанды. Ая! Дауысы бәсең, төменнен шығады, яғни далада құдық жақтан. Таңертең Аян бәрін айтып берді. Дастан күлді, бірақ Айлиннің ғана жүзі өзгеріп кетті. Мен де естігем, деді ол жай ғана. Сол кешке олар батылдық жасап құдыққа баруды келісті. Телефон, фонарик, бір камера, әзіл күлкі. Түн, ауыл тыныш, жел жоқ. Құдыққа жақындағанда ауаның өзі салқын болды. Құдықтың иісі бір түрлі болды. Қара, қақпағы ашық, деді Айлин. Сол сәтте сылдыр естілді. Іштен біреу тырнап жатқандай. Дастан күліп, міне басталды, деді. Аян фонарикті түсірді. Жарық төменге түсті. Алдымен ештеңе жоқ, қараңғылық. Сосын жарық бір нәрсеге түсті. Бұл қол еді. Адамның қолы емес, су бетінде емес, қабырғаға жабысып тұрған бір нәрсе. Айлин айқайлай алмай қалды. Аянның қолы қатты дірілдеді. Сол сәтте төменнен дауыс анық естілді. Мен мұндамын. Неге кетіп қалдыңдар? Дауысы бала дауыс еді. Бұл әзіл емес, деді Айлин сыбырлап. Кенет құдықтан екінші қол шықты. Сосын бет көрінді. Көзі жоқ, аузы ашық, бірақ сөйлеп тұр. Суық, жоғарыда жылы ғой. Аян артқа шегінді. Дастан тас алып құдыққа лақтырып жіберді. Сол кезде дыбыс тоқтап қалды. Қолда, дауыста жоқ. Олар ештеңе демей бәрі қаша жөнелді. Сол түні Дастан үйіне жетпеді. Таңертең ауылда шу болды. Бәрі Дастанды іздеді, бірақ құдықтан тапты. Бірақ құдықта су жоқ еді. Тек бір жазу бар болатын. Ішкі қабырғасында тырналып жазылған. Біреуін қалуы керек. Содан бері ауылда түнде иттер үрмейді. Ал құдықтың қақпағы ешқашан жабылмайды. Кейде түнгі 3:00-де сол жерден біреудің сыбырын естуге болады.